Дінімізде арапа сөзі қасиетті ұлық мерекенің бастауын білдіреді. Құрбан айт мейрамынан алдыңғы күнді арапа деп атайды. Ислам тарихына үңілсек, бұл күннің бастауы сонау Ибрахим пайғамбардың өмір тарихынан маңызды кезеңді еске түсіреді. Яғни Зулхиджа айының 8 күні Ибрахим пайғамбар түсінде құрбандыққа баласы Исмайылды шалып жатқанын көреді. Әуелде бұған аса мән бере қоймайды. Көрген түсін жай түс болар деп ойлаған Ибрахим пайғамбар ертесіне мұны тағы көреді. Осыдан кейін көрген түсін жай емес, Алладан келген аян екенін анық біледі. Міне, осы себепті Зулхиджа айының 8-нен 9-на қараған уақыт арапа күні деп аталған. Арапа сөзінің тілдік мағынасы білу, тану, анықтау дегенді қамтиды. Арапа күнінің артықшылығын біліп, қадірін жете білуіміз керек. Арапа жақсы амалдардың топтас күні десек болады. Бұл күні 5 парыздың бірі қажылық парызын өтеу үшін қажылар Арафат тауында болып Аллаға мінәжат етеді. Кімде-кім Арафатта тұрмаса, қажылық ғибадатын орындамаған болады. Пайғамбарымыз қажылық дегеніміз Арафат, кімде-кім Арафатқа үлгерсе, қажылыққа үлгерген болады деп бұл күннің қадір қасиетін атаған. Жылына бір-ақ рет келетін арапа күнін оразамен өткізу Алла тағаланың кешіріміне бөленуге берілген мүмкіндік. Ораза ұстау сауап іс. Ораза нәпсі тәрбиесінің негізі. Таудай күнәларымыздың кешірілуіне, мол сауаптың амал дәптерімізге жазылуына мұқтаж екенімізді ескерейік. Ораза ұстаудың жақсы амал екенін жақындарыңызбен бөлісіп, сауап істерді жасауына ықпал етіңіз. Сонда сауаптың бір ұшы өзіңізге де жазылмақ. Арапа дұға тілектер жасауды арттыратын күн десек болады. Кім бұл күні Аллаға жалбарынып дұға жасаса, тілеуінің қабыл болуына себін тигізеді. Сондықтан мұндай сәтті уыстан жібермей, өзіңізге дәл арапа күні күллі жақсылық тілеңіз. Отбасыңызға бақ-береке, ел жұртыңыз үшін амандық тілеп, алақан жайып Алладан жәрдем сұраудан шаршамаңыз. Арапа күні таң намазынан бастап құрбан айттың 4-ші күні екінтіге дейінгі аралықта әр парыз намазының соңында сәлем бергеннен кейін тәкбір ташрих дұғасы айтылады. Үкімі уәжіп. Аталмыш дұға тек парыз намаздардан кейін айтылады. Сүннет, үтір және нәпіл намаздарынан кейін айтылмайды. Тәкбір ташрихты айту, намаз оқу міндет болған әрбір мұсылманға уәжіп. Өйткені Алла тағала өзінің қасиетті кітабында санаулы күндері Алланы зікір етіңдер деп бұйырған. Аяттағы санаулы күндер дегенді Әзірет Әли арапа күнгі таң намазынан бастап айттың 4-ші күні екінті намазының соңы деп тәпсірілген. Бұл аралыққа 23 парыз намазы енеді екен.